Видеоны қалай бастасам екен? Мен көп уақытқа кетіп қалдым, видео түсірмей кеттім. Менің видеоларым, контентім түсіру оп-оңай болса да мен ештеңе істемей кеттім. Алып отырмын кешірім сұрауға. Вообще жоғалып кеттім. Инстаграмнан да, ВК-дан да, ютубтан да. Енді видеолар күнде шығатын болады. Колокольчикті басып қойыңыздар, мен күнде шығаруға тырысам. Бірақ бұрындары мен күнде видео шығарғанда ол вообще некачественно и вообще қызық емес болды. Бірақ соның арқасында аудитория жинадым. Өзімнің бандамды да. Егер отписка жасағыларың келсе жасай беріңіздер. Мен бұл лайық менің жоғалып кеткеніме. Бұрынғы күнде түсірген рубриканы қайтан оралам. Қалай сөйлеу керектігін ұмытып қалдым. Хотя мен вообще білген жоқпын қалай сөйлеу керек. Ладно. Оңай ақша дейтін рубрика көп шығатын болады. Және конкурстар көп болады. Мен кәдімгідей ақталып жатқан сияқтымын. Бірақ мен ақталып жатырмын. Менің твиттеріме кіріңіздер, телеграм каналда бар, ВК-да да бармыз. Бізде чаттарымыз бар. Осы видеоға лайк баспасаңыздар да болады. Мен каждый видеода лайк сұраймын, бірақ мына видеоға баспасаңыздар болады. Себебі бұл видеоны мен өшіріп тастауым да мүмкін. Ұялған кезде. Или өшірмейтін шығармын. Комментарий жазыңыздар, мен барлығына отвечать етем. Кәдімгідей барлығына лайк басып шығам. Шынымен. Тіпті сіз бұл видеоны 5 жылдан кейін қарап отырсыздар. Сіздер бұл видеоны 5 жылдан кейін қарап отырсаңыздар да мен лайк басып отырам каждый комментарийға. Бірақ қуған комментарий жазбай қойыңыздар. Б-А-Л-Д деген сияқты. Біреу жазып қояды ғой, кәдімгідей Б-А-Л-Д деп мен айтқан сияқты жазып қоясыңыздар ғой. Короче, осы айтқым келгені. Жоғалып кеттім, мен білмеймін не бұл причина болған жоқ. Мен просто дым істемей жаттым. Вообще видео түсіргенде жоқпын, дайындағанда жоқпын ештеңе. Просто демалып жаттым. Комментарий жазыңыздар, главное. Лайк баспасаңыздар болады. Айтқан бергені осы. Сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған сіздердің сүйікті де сүйкімді ютуберлеріңіз дайреп. Тупой ник қойып алыппын ғой. Пока, асылып қалдым.